Жаңадан қосылған қымбатты көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Бүгінгі таңғастарыңыз берекелі болсын. Құрметті көрермендер, біздің қонақжай студиямызға мейманымыз келді. Ендеше таныс болыңыздар. Гүлім Арыстанбек қызы, гастроэнтеролог дәрігер. Гүлім Арыстанбек қызы, сәлеметсіз бе? Студиямызға қош келдіңіз. Енді бүгінгі көңіл күйіңіз қалай, күніңіз қалай басталды? Жақсы, шүкір, көңіл күйім өте керемет. Шақырғандарыңызға көп рахмет, қуаныштымын. Енді сізге осы қояр алғашқы сұрағым, енді қазіргі таңда өзекті болып отырған мәселе, енді қазір коронавирус ауруынан айығып, жазылып шыққан адамдар тәбеттің жоғалғанына және де иіс сезбей қалғанына шағымданады. Енді осы тәбеттің жоғалуына тоқтала кетсек, маман ретінде осыған не айтасыз, осының емі қандай? Дұрыс айтасыз, қазіргі коронавирус биылғы жылғы өзінің клиникасын өзгертті, және ол көбіне гастроинтестиналдық симптомдармен көрінеді. Тәбет жоғалуы, тәбет төмендеуі, іш өту, құсу, жүрек айну сияқты симптомдармен көп көрініп жатыр. Соның ішінде бұл деген коронавирустың өзінің штамдарының өзгеруіне немесе қосымша интравирусының инфекциялардың қосылуынан деп білеміз. Тәбет жоғалуына келетін болсақ, не істеу керек? Ең біріншіден барлық тек қана коронавирустың кезінде тәбет жоғалмайды, басқа ауруларды да тәбет жоғалуы, кішкене әлсіреу көрінуі мүмкін. Сол себепті тәбет жоғалды екен деп бірден менде коронавирус деп қорқынышқа, үрейге бой алдырудың қажеті жоқ. Ең алдымен адам дейтін өзі сабырлы ұстау керек, ауруға берілмеу керек, қорқыныштыға берілмеу керек. Қорқынышқа берілген сайын ол одан сайын өзіне жаман бола береді, денсаулығы нашарлай түседі, ауруға адам берілгіш келеді. Ең бірінші сол өзінің ішкі тұрақтылығын сақтау керек деп ойлаймын. Екіншіден, сол салауатты өмір салтын сақтау керек, яғни дұрыс ұйқы, 7-8 сағаттық дұрыс ұйқы болу керек, адам шаршамау керек, уақытында демалып, тамақтануын дұрыстау керек. Тәбеті жоқ екен деп тамбай, сол уайымға берілудің де қажеті жоқ. Яғни ол реттеп, тұрақты түрде тамақтану керек. Бірақ бұл жерде енді көп емес, аз-аздан тамақтанса, кішкене тәбетін реттеп алуға болады. Екіншіден, тәбетін кішкене ашатын тамақтарды қосуға болады. Мысалы, неше түрлі специя қосылған, дәмдеуіштер қосылған, маринадталған тағамдарды аз-аздан, енді оны да көп жемеу керек қой, аз-аздан қосса кішкене тәбет ашылуға мүмкіндік жасалады. Және тағы бір айта кететін көңіл күйі, адамның көңіл күйі, көтеріңкі көңіл күйі болу керек. Сол үшін сол көтеріңкі көңіл күйді сақтап, күні бойына сақтап жүрсе, қимыл қозғалыста жүрсе, адам ауруға берілмейді деп ойлаймын. Өте түсінікті. Қазір барлығының қорқынышы бұл коронавирус, иә? Осы барлығы коронавирустан қорғану үшін лимон, имбир, балды көп тұтынады. Осыған деген ойыңыз? Иә, дұрыс айтасыз. Лимон, имбир дейді, қазақша зімбір, балды да көп тұтынады. Бал енді өте пайдалы. Бал болғанда да енді таза бал болу керек бұл жерде. Және оның өзінің өлшемі бар. Күніне 100-150 граммнан аспау керек. Таңғы уақытта пайдаланса өте жақсы. Таза балды табу өте қиын, әрине, бірақ іздеген адам табады деп ойлаймын. Екіншіден, лимон, зімбір дегендер ол барлығына бірдей келе бермейді. Шаймен кішкене суықтап қалған кезде шайға қосып, мысалы, денесін бір кішкене жылыту үшін сондай пайдалануға болады, бірақ көп мөлшерде өте пайдалануға болмайды. Себебі лимон дейтін адамның тісінің эмалін құртады біріншіден, екіншіден ол асқазан ішек жолдарында зімбірде, лимонда қабыну аурулары болатын болса, оны міндетті түрде асқындырып жібереді. Өте көп шамадан тыс қолданған кезде. Сол ішінде барлығы мөлшермен болу керек деп ойлаймын. Ал енді таңертең бір стақан суға бір қасық балды қосып, үмбірді қосып, зімбірді қосып, содан кейін кішкене лимон салып, таңертең күнделікті ішсек. Бірінші асқазан ішек жолдарын тексеріп алу керек. Егер балды қосатын болсаңыз, ондай қатты зиянын келтірмейді. Ал күнделікті күнге зімбірді, лимонды да пайдалануға ондай қатты кеңес бермеймін. Белгілі бір уақытқа, бір апта, 2 апта мүмкін болады,
тұрақты түрде пайдалануға кеңес бермеймін. Салқын жаңағы суды бал қосып ішсеңіз жеткілікті негізі. Енді қазір енді витаминдерді және де баттарды адамдар көптеп сатып алып жатыр, Енді осы витамин мен баттың айырмашылығын айтып берсеңіз, және де бұны тұтыну қаншалықты дұрыс, қаншалықты адам денсаулығына өзінің бір көмегін тигізеді? Дұрыс айтасыз, қазіргі баттардың өршіп тұрған кезі ғой, енді былай қарап отырсаңыз, свободный бүкіл жаңағы адам дейтін алғысы келсе, оны ала алады. Дәрігердің тағайындаусыз да ала алады. Бірақ негізі баттардың мен қолданылу ретін айтып кеткім келіп отыр. Бұл жерде адамның өзінің денсаулығының 4 кезеңі болады. Бірінші ол дені сау кезең. Дені сау кезең, онда ешқандай жетіспеушілік жоқ. Ол кезеңге адам өмірінің 20% сәйкес келеді. 20% кезде біз деніміз сау болады. Екінші ол маладаптация дейді, яғни бізде жетіспеушілік бар. Белгілі бір витаминдердің жетіспеушілігі бар, мысалы темірдің, Д витаминінің жетіспеушілігі болуы мүмкін, фолий қышқылының жетіспеушілігі. Сол жетіспеушілік нәтижесінде бізде иммундық жүйеміз әлсірейді. Бұл жетіспеушілікті организм өзі компенсировать жаңағы толықтырғысы келеді, бірақ бәрібір де бізде тамақпен түскені жетіспей тұрады. Ол шамамен 40% өміріміздің 40% кезеңіне сәйкес келеді. Үшінші кезең ол аурудың алды кезең. Бір қарасаңыз, сізде ауру жоқ тексерілген, бірақ сізде какой-то жалып бар, бірақ сізде тексерілген кезде ауру табылмайды. Ол кезеңге 20% келеді. Төртінші кезең нағыз аурудың кезеңі. Осы 4 кезеңнің барлығында бірдей батты қолдануға болмайды. Тек қана алдыңғы 3 кезеңінде, яғни дені сау кезде қолдануға болады, маладаптация, жаңағы жетіспеушілік кезде қолдануға болады, ауру алды кезінде де қолданады. Яғни ол кезде әлі дәрі тағайындалмайды, ауру жоқ себебі, бірақ жетіспеушілік те бар, белгілі бір адамның әлсіреуі де бар деген сияқты. Ал ауру кезеңінде баттар ешқандай тағайындалмайды, себебі олар ауруды емдемейді. Оның әсері, ол ауруды емдемейді, адамдағы жетіспеушіліктің орнын толтыруға арналған. Баттың өзі тағамнан алынады. Тағамның құрамындағы микроэлементтерді, олар жаңағы биотехнология, биохимиялық жолмен алып, сізге капсуланың ішінде әкеліп береді. Бірақ бізде қазір қалай жасады, адамдар ауырғанша жүреді, ештеңе ішпейді, ауырғаннан кейін баттарға жүгіреді. Ана бат жеді, көмектеспейді, мына бат жеді, сөйтіп дәрігерге кеш жүгініп жатады. Содан кейін көбіне дәрігерлер кінәлі болып қалып жатады. Яғни егерде асқындырып барады. Асқындырғанның өзінде де олар бірден дәрігерге бармайды да. Бәрін көріп алады бірінші, содан кейін барып, уже әсер болмаған кезде келіп жатыр. Қазір енді күнделікті, мысалы өзімізде, жақындарымызда омега-3, ол жаңағы өзіңіз айтып өткен фолий қышқылы, витамин Е, С, кальций барлығын өздері тұтынып жатыр. Яғни егерде адамның денсаулығында ешқандай кінәрат болмаса, осы витаминдерді өзінің мөлшеріне сай ішуге болады, мөлшеріне сай дегенде, баттың өзінің жаңағы адамға керекті тәуліктік мөлшері болады. Баттың бір жаңағы айта кететін жері, ол тексерілмеген компания болса, ол жерде сыртында жазылған, упаковкасында жазылған затпен ішіндегі зат сәйкессіздік болады. Себебі неге арзан ол әлі тексерістен өтпеген болуы мүмкін. Ішіне немесе аз салып жіберген болуы мүмкін, немесе одан көп салып жіберген болуы мүмкін дозировкасы. Және де ол әлі сертификациядан өтпеген болуы мүмкін. Оның ішінде бір немесе бірнеше компоненттер болады. Мысалы, тонизирующий, арықтататын дейді, тағы бірдеңе. Оның ішінде бір емес, бір 40, 60, 50, 20 шөптер тұрады. Ол шөптің біреу болмасын, біреу сізде аллергия туғызады. Біреу болмасын, біреу нашар әсер етіп кетеді. Себебі оның ішінде каждыйын қалай бір-бірімен байланысып тұратын, олар зерттеуге мүмкіншілігі жоқ, ондай зерттеуге. Ол зерттеуді жүргізу үшін де қыруар қаражат қажет. Олар әлі ондай тексерістен өтіп жатқан жоқ. Дәрінің өзі тексерістен өтетін. Сосын дәріге тіркеуден өте алмай қалған кезде бат қылып шығарып жіберіп жатқандар бар. Дәріге тіркеуден өткісі келеді, өте алмайды. Фармнадзордан, сосын оны бат қылып шығарып жібереді. Шикізат бар ғой енді. Оның бәрін біз білмейміз, ол бәрі ар жағында.
Біз расымен компания туралы ақпаратты оқымаймыз. Әлеуметтік желідегі біреу жақсы пікір жазса, соны алуға тырысамыз. Көрші айтады, мен нан іштім дейді, саған да керек, ішу керексің дейді солай. Соған нанып сеніп қалғаныңызды соны Мен көршім ішті, мен досым ішті, мен анам ішті, солай сарафанный радиомен кетіп жатыр енді. Түсінікті. Ал енді дұрыс тамақтануға тоқталатын болсақ, қазіргі уақытта дүкен сөрелеріндегі ішінде қоспалардан, бояғыштар мен консерванттардан дайындалатын тағамдарды ысырып тастап, дұрыс тамақтанамын деушілерге қандай азық түлік түрін қолданған дұрыс деп ойлайсыз ғой? Енді жаңағы консерванттар деп кеттіңіз ғой, ол өңделген тамаққа жатады. Мысалы, дүкен сөрелерінен қарасаңыздар, қандай тамақты алмасаңызды, бәрінің күні ұзартылған. Сақталатын күні йогурт, айрандардың өзі бір ай тұратын, мысалы. Бұл жерде қарау керек, мән беру керек, неге срогі ұзақ? Мысалы, срогі ұзақ, значит, оның ішінде консервант бар деген сөз. Олар дейтін дәмін келтіреді, түсін келтіреді, жаңағы уақытын ұзартады, ашымайтындай қылдырады. Оның ішінде толған консервант. Енді қандай консервант деп ашып қарайтын болсаңыз, ішінде барлығы Е деп жазылып тұрады. Е, Европа деген сөзден шығады, қасында цифра стандарт тұрады. 100, 200, 250 деген сияқты. Бұл жерде ең білу керек, алған кезде қандай консервант зиян екенін білу керек. Қандай консерванттар, мысалы, шошқадан алынатын консерванттар бар, рак туғызатын консерванттар бар, солардың бәрін біліп, бәрібірде дүкен сөресінде топтыр алмайым деген өзінде алып қояды адам. Көзі жайнап бәрі, магазин, супермаркетке кірсеңіз толып тұрады. Сол үшін кішкене болсын шамалы жақындатылған алғыңыз келсе, мына нелерге мән беруге тура келеді. Ені, сандарына, жалпы мағлұматтарға тура келеді. Бірақ дүкеннен алмайын, дұрыс тамақтанамын дейтін болсаңыз, айтатыным, жерде өсетін, ағашта өсетін, далада жайылатын малдар, мысалы, сол күйінше жейтін болсаңыз, сіз ұтылмайсыз. Себебі біздің организміміз солай, біз табиғаттан, Алла Тағала біз солай жаратқан. Біз бейімбіз жерден алып жұлып жеуге, талдан жерден егіп өзіміз өсіріп жеуге, малды бағамыз, аңды аулаймыз, әкеліп сол күйінде өзіміз өңдейміз, біздің организм соған бейімделген. Біз содан қазір өтіп кеттік. Қазір ешкім олай істегісі келмейді үйінде, мысалы, дайын сатып алғысы келеді. Бірақ ол дайынның ішінде нағыз жаңағы қажетті баластың заттары дейді, оларын алып тастаған, яғни клетчатканы рафинирленген тамақта алып тастаған. Ал клетчатка біздің ішегімізге өте қажет. Біздің ішегімізде миллиондаған бактериялар бар, біздің тамағымызды құртатын. Ал оларға рафинирленген тамақтар жетпейді. Просто тоқ ішекке дейін жетпейді, оларға тамақ жоқ. Біз былай қарап отырсаңыз, белок, ақуыз, майлар түсіп жатыр, бірақ клетчатка бактерияны қоректендірмейді. Сондықтан да біздің иммунитетіміздің өзі ішектің жұмысымен тығыз байланысты. Ішектің жұмысын реттеп дұрыстап алатын болсақ, біздің иммундық жүйеміздің өзі де дұрысталады. Себебі бактериялардың өзі иммундық жүйемен тікелей байланысты. Яғни қазіргі таңда көп кездесетін іш қату да осы азық-түліктерге байланысты, иә? Иә, іш қату өте көп. Балдардың арасында, кішкентай балдардың арасында 1 жастан кейін маған көп жазады, көп хабарласады, ересек адамдар. Босанғаннан кейін жүкті кезінде іш қату 60-65 жастан кейінгі іш қату өте көп. Және де іш қату үлкен 50 жастан асқан адамдардың ішінде іш қату ол ішектің рагының ең бірінші ерте симптомдарының бірі болып табылады. Іш қатудың өзі ұзақ стажбен жүретін болса, ішектің рагын алып келеді. Колоректальды рак дейді, соған алып келеді. Сол себепті негізі хабарласатын адамдардың үшін 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл іш қатумен жүріп, ол нормальны деп жүрген адамдар бар. Таңғаласың негізі, бірақ ол бар зат. Адамдар бір аптада 1 рет үлкен дәретке баруын нормальный деп ойлайтындар бар. Себебі ол өте көп айтыла бермейтін мәселе. Сұрамайды да, сен үлкен дәретке неше рет барасың деп, біз бір-бірімізден сұрамаймыз ғой. Ал дәрігерге барғанда да ұмытып кетеді, сұрамай қалады, ұялады деген сияқты. Өзі ешқандай информация таппағасын ол ойлайды.
мен нормально баратын шығармын деп. Оған айтып жатсаң, жоқ, сен бір күнде бір рет, 2 күнде бір рет бару керек деген қалыпты да айтсам, уже таңғалып жататын жағдайлар бар. Ал енді осы дұрыс тамақтану тақырыбын әрмен қарай жалғастырсақ, күніне мүмкін 5 рет аз-аздап тамақ жеу керек сияқты көрінеді әлеуметтік желілерге қарасақ. Бірақ енді бұл балалар үшін немесе қандай да бір ас қорыту проблемасы бар адамдар үшін бұл үлкен жүктеме емес пе? Негізі қазір әлеуметтік желіде диета, кето-диета, правильный питание өте көп, Инстаграм ішінде де көп. Негізі дені сау адамға күніне 5 рет тамақтанудың қажеті жоқ. Адам негізі қарны ашқан уақытта тамақтану керек. Күніне 3 рет плотно тамақтанса жетеді. 3 рет, даже 2 реттік питанияға көшіп жатқандар, өзінің организмін үйретіп тастағандар, мысалы қарны ашпайтын болса 2 реттік питаниямен жүргендер де бар. Қарны ашқан уақытта ғана тамақтану керек. Ол нормально. Асқазан ішек жолдарында бізде ауру болса ғана біз 5 реттік тамақ режимін тағайындаймыз. Себебі біз көп мөлшерде тамақпен асқазанға ондай жүктеме түсіргіміз келмейді. Сондықтан айтамыз, неге 5 рет? Аз-аздан же, бірақ 5 рет, 6 рет же дейміз тамақты. Сол кезде асқазанға көп жүктеме түспейді. Ал сау адамға оның қажеті жоқ. Сау адамға қалыпты мөлшермен 3 рет тамақтанса жеткілікті. Және қосымша қарны ашса ғана, қарны қай уақытта ашады, сол кезде тамақтану. Ол өзі сондай физиологиялық процесс, адам қарны ашқан кезде тамақтану керек негізі. Но таңғы ас міндетті түрде плотный болу керек, тығыз дейді, жаңағы обедкі, түскі ас деген кішкене таңғы асқа қарағанда аздау болу керек. Айтады ғой, таңғы асты өзінше, түскі асты досыңмен бөліс, кешкі асты жауға бер деген сияқты. Осы принцип негізі дұрыс. Таңғы асты плотный, түскі асты кішкене аздау, кешкі асты вообще жеңіл қылдыру керек. Енді қарның ашқан кезде тамақты жеу керек деп айтып жатырсыздар. Бірақ енді қазір көп ата-аналарды байқаймыз, балаларға тамақты аузына тыққыштайды. Немесе бала тамақ жегісі келмесе алдына телефонды қояды, планшетті қояды, немесе өздері бір ойнатып, конфет беріп тамақты жегізеді. Енді бұл қаншалықты дұрыс, және де бұл бір келеңсіз жайттарға әкеп соқтырмай ма? Бұл қосымша тамақ қосылады, прикорм дейді, емшектен емізіп жүріп, қосымша тамақ қосқан кезде балаға жемендеп үйрететін, ол үйдің отбасын жаңағы режиміне үйретілетін жағдай. Біріншіден, баланы қарны ашқан кезде жаңағы келіп өзі тамақ сұрауға, өзі дастархан басына келуге дағдыландыру керек. Біріншіден, екіншіден, ол тамақтану процесі, ол оған жалынып, ол жаңағы истерик етіп, жаңағы жылап, сықтап, жалынып сөйтетін процесс емес. Ол бала білу керек, мен қарным ашты, мен тамақ ішем. Маған ешкім жалынбау керек, мысалы. И ол біріншіден көп тұрғыдан психологиялық жағдай деп ойлаймын. Ата-аналар көбіне басында жіберіп алады сол жерді, содан кейін өздері жалынып жүреді. Қарны ашпаса, зорламаған дұрыс. Тамақта ешқашанда зорламаған дұрыс. Себебі ол болашақта ол тамаққа деген байланыс өзгеріп кетеді адамда. Немесе ол көп тамақ ішетін болып кетеді, немесе ол мүлдем тамақ аз ішетін болып кетуі мүмкін. Тамаққа деген отвращение пайда болуы мүмкін балада. Және де екіншіден, мына алдап, солдап, конфет берем, саған чупа-чупс берем дейді, жаңағы мультик көрсетіп, телефон қойып қояды. Телефон қоюда мысалы дұрыс емес. Телефон, телевизор қарап отқан бала қалай көп тамақ ішіп қойғанын байқамайды екен. Не жеп отқанын байқамайды екен. Біріншіден, екіншіден қалай көп тамақ ішіп отқанын байқамайды екен. Содан ол семіз балдар бізде қазір қайдан шығады? Көп, үлкен весті балдар көп. Олар не жеп отқанын контролировать етпейді, бақылай алмайды. Және тамақтың алдында тәтті заттарды бермеген дұрыс. Себебі ол жаңағы тәбетін біз жібереді баланы. Тәтті затты жеп алады, мысалы сок ішіп алады, кәмпит жеп алады, одан кейін қайдан бала тамақ ішеді? Тамақ ішпейді бала уже. Сосын өзіміз
жүреміз, артынан жалынып деген сияқты. Енді Гүлім ханым, өзіңіз прикорм деп қалдыңыз. Енді болашақ ана ретінде осы мәселе мені қызықтырады, және де дәл қазір бізді көріп отырған жас аналар үшін де қызықты, керек ақпарат болуы мүмкін. Жалпы енді прикормды бастаған кезде көреміз, аналар түрлі дүкендерден банкідегі пюре болсын, каша болсын, немесе бір печеньяларды сатып алып, сонымен бастайды. Бұл қаншалықты дұрыс? Енді әр тамақтың өзінің қосатын уақыты бар. Мысалы, ол енді қалай айтсам екен, мықты зиян деп айта алмаймын. Себебі ол баланың тамағы өте қатты тексеріледі. Ол жаңағы банканы ашқан кезде сыртылдау керек. Сол кезде сыртылдамаса сен балаға бермейсің, ол қатты тексеріледі баланың тамағы. Бірақ кішкене енді жұмыс басты аналар солай пайдаланады, кішкене еріншектігі бар аналар солай істейді деп ойлаймын. Бұлай оны, мысалы, Қытай банкіде неше грамм болады, там 200 граммға жетпейді ой деймін. Оның ішіне бір алма кете ма, кетпей ма. Сіз, мысалы, барасыз да, сыртында алма деп тұрады, қарап аласыз, 6 айдан бастап. Солай үйге келесіз, алма сатып аласыз да, духовкаға пісіріп жіберіңіз, пюре қылып өткізіп жіберіңіз, блендер бар, Құдайға шүкір, өткізіп жіберіңіз де бере қойыңыз. Сіз бір жағынан ақша экономдайсыз, екінші жағынан сіз не беріп жатқаныңызды білесіз. Мен сол жағын құптаймын. Негізі, бірақ дым бермегеннен, дым бермесе, тамақты қоспағаннан мен дүкен қосқан дұрыс. Вообще ештеңе бермейді, тек печеньені аузына салып қойып, там брокколи, жаңа қосымша жасыл тамақтар бар ғой, слива, абрикос, неше түрлі, оларды бермей жатса, онда дүкен берген дұрыс. Ондай срогын қарап, обязательно банкісін ашылғанын қарап, егер қолдан келсе, барынша өзі істесе де болады оның заттың барлығы. Сол абзал дейсіз ғой. Иә, ол абзал. Түсінікті, рахмет. Енді осы қазақтар айтады ғой, өмірдегі ең екі қиын шыдатпайтын ауру бар дейді, ол біріншісі іш ауру, екіншісі тіс ауру дейді. Сонда осы тағы ішек, асқазан ауруларына тоқтала кетсек, қандай түрлері бар басқа да, және олардан қалай емделуге болады? Енді өзіңіз де байқап отқан шығарсыз, бүгінгі проблеманың бәрі сол өңделген тамақ болып кетті ғой. Сол тамақтанудың нәтижесінде осы қала мәдениетін, тез тамақтанудың мықты дамып кеткен нәтижесінде бізде мысалы сондай аурулар, соған сәйкес аурулар, асқазан ішек жолдары бірінші болып кетеді. Бұл жерде гастроэзофагеальды рефлюксті ауру дейді. Бұл асқазаннан өңешке қайттан, асқазаннан немесе өнекел шектен өттің немесе асқазан құрамының қайттан келуі. Бұл жаңа қыжылмен көрінеді, ондай науқастар енді арылуы өте қиын. Бір бұзып алса, өте қиын. Екінші, созылмалы гастриттер, өт аурулары өте жиі, өт, ұйқы безі, өт жолдары зақымданған жерде ұйқы безі екіншілік міндетті түрде зақымданады. Бауырдың май жинақтау аурулары өте көп. Салмағы үлкен, немесе салмақты дефицит бар адамдарда өтінде тас болады. Өт тас ауру дейміз, бауырында май жинақталады. Және ішек жақтан келетін болсақ, ішектің аутоиммунды, яғни қабыну аурулары бар, жаралы колит, крон аурулары деген сияқты аурулар өршіп келеді. Және ең ерекше атап өтетін тітіркенген ішек синдромы дейтін бар. Орысша синдром раздраженного кишечника дейді. Бұл енді тікелей нервпен байланысты. Асқазан ішек жолдарының өзі нервпен байланысты. Себебі бүкіл кілегей қабатын жайлаған нерв талшықтары, олар бір стресс болды ма, сізде бірден реакция береді. Мысалы, интервьюге келеді, или там экзаменге келеді, адам бірден ішіп кетуі мүмкін да, қобалжығаннан. Ондай болады, емтихан алдында бір сондай болады. Емтихан, каждый емтихан алдында туалет, мысалы, дәретханаға кіріп шығасыз. Ол неге байланысты? Сол бүкіл жаңағы эмоция, сіздегі қорқыныш бәрі рискі әсер етеді, бірден тек ішекке. Сіздің ішек бәрін тез жұмыс істегенде шығарып тастайды сыртқа. Бір шығарып тастайды, содан кейін. Бірақ ол постоянно кездеседі. Тітіркенген ішек синдромы деген ол ауру ретінде, ол постоянно тамақ ішкеннен кейін ауырсыну ішеді. Ол тамағы сіңіпті үлгермейді, мысалы. Сондай аурулар бар. Тікшек жолдарының да аурулар өте көп, геморрой көп. Және жаңағы запор дейді, іш қату, ол кәдімгідей
глобальный проблема. Қазіргі мына тамақтанудан, қозғалыстың аздығынан іш қату деген өте көп. Мен енді өзім айтуға бола ма білмеймін, инстаграмын жүргіземін. Дәрігер ретінде кішкене халыққа көмегім тисін, посттар жазамын, пайдалы тырысам. Ішектің жұмысы ретінде, іш қату ретінде осындай пайдалы ақпарат беруге тырысамын халыққа. Солай енді үлесімді қосатын деуге де болады. Енді пайдалы пост жазам деп айтып жатырсыз. Біздің көрермендеріміз осындай бір пайдалы посттардан хабардар болсын деген ниетте өзіңіздің инстаграм парақшаңызды айта өтсеңіз. Инстаграм парақшам доктор төменгі пробел сызықшыжа Кулбалаева, доктор Кулбалаева, солай іздесеңіз шығады, или гастроэнтеролог Ақтөбе деп іздесеңіз шығады неден инстаграмнан. Тамаша, бірден бір осы ауруға септік болуға, сол қорғануға бірден бір себепкер болатын анықтамалатын жер сол әлеуметтік желілер осы. Мен де соны түсіндім. Қазіргі халыққа кішкене бір ақпарат беру үшін әлеуметтік желілерді пайдалану өте ыңғайлы. Және бір парақшамен сіз мысалы 1000-2000 адамға бірден информация бере аласыз. Оны бәрі бірден оқиды деп айта алмаймын, бірақ керек адам ізденіп оқиды. Керек адам ол тауып алады. Енді сұрақтан сұрақ туындайды. Енді сұрақтар енді өте көп, бірақ біздің уақытымыз шектеулі. Таңертең біздің студиямызға келіп, біздің сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Отбасыңыз аман, жұмысыңыз табысты, және де ең бастысы дәл қазіргі уақытта түрлі аурудан аман болыңыз. Өздеріңізге соны тілеймін. Асқазан ішек жолдарын сақтап, дұрыс тамақтанып, қозғалысқа мән беріп, демалысқа мән беріп жүрсеңіздер, бұнда ешқандай да проблемалар болмайды деп ойлаймын. Сол салауатты өмір салтын сақтайық, және өзіміздің жүйкемізді, қазіргі заманның талабы, жүйкеміз, әрбір адам өзінің жүйке жүйесін ретке келтіріп алған дұрыс деп ойлаймын. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. 1 сағат уақыттағы эфир сіздерге пайдалы болды деген ниеттеміз. Міне дәл қазір біздің студиямызға келген дәрігер өте көп пайдалы, маңызды ақпараттарға тоқтала кетті. Егер де сіз де осындай пайдалы ақпараттарды оқимын десеңіз, жаңа біздің дәрігер айтып өткен инстаграм парақшасына тіркеліп қойыңыздар. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Келесі бейсенбіде тағы да кездескенше. Гүлім ханымның берген кеңестерін тыңдап, өзіңіздің денсаулығыңызға жіті қадағалаңыз. Енді сау болыңыз, келесі жүздескенше аман болыңыз.